Ішкі істер министрлігімен жүйелі негізде ұйымдасқан сипаттағы адам саудасына және онымен байланысты қылмысқа қарсы іс-қимыл бойынша жұмыс жүргізілуде. Қараша айының соңында ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес бөліністерімен стоп трафик жедел профилактикалық іс-шарасы өткізіліп, осындай 44 қылмыс анықталды. Адамдардың трафигіне байланысты ұйымдасқан қылмыстық топқа қатысқаны үшін сотқа дейінгі 2 қылмыстық іс тіркеліп, тергеу басталды. Атап айтқанда, Астанада жыныстық қанау бойынша жүйелі түрде қылмыс жасаған қылмыстық топтың әрекеті тоқтатылып, 5 күдікті қамауға алынды. Сондай-ақ Павлодар облысында осындай қылмыстық топтың жолы кесіліп, 5 күдікті қылмыстық жауапкершілікке тартылуда. Еңбекке қанау фактілерін анықтау бойынша жұмыстар жүргізілді. Абай облысында 3 жыл бойы 40 жастағы ер адамды физикалық зорлық-зомбылық көрсетіп, еңбек қанауында ұстаған шаруа қожалығының иесі ұсталды. Жәбірленушіге медициналық және психологиялық көмек көрсетілді. Сонымен қатар, Қонаев қаласында казинолардың бірінде жүйелі негізде сексуалдық сипаттағы қызметтер көрсету фактілері анықталды. Полицияға 14 адам, оның ішінде осы мекеменің қызметкерлері жеткізілді. Осыған ұқсас қылмыстар басқа да облыстарда анықталды. Бұл бағыттағы іс-шаралар жалғасуда.